Құрметті студенттер, бұған дейінгі біз дәрісімізде сөз тіркесі, оның компоненттері, сөздердің байланысу тәсілдері туралы әңгіме қозғасақ, бүгін енді сол тақырыбымызды ары қарай жалғастырамыз, яғни сөздердің байланысу түрлері, яғни сөздердің байланысу формалары. Енді сөздердің байланысу формалары туралы айтатын болсақ, осы саланы зерттеуші ғалымдардың бірнеше пікірлерін айтып кетуге болады. Жалпы ғалымдардың пікірі бойынша сөздердің байланысу формаларын қиысу, матасу, қабысу, меңгеру, жанасу деп көрсетеді. Бірақ Балақаев өз еңбегінде жанасуды қабысудың бір түрі ретінде береді. Яғни тіл ғылымында қиысуды сөз тіркесінің арасында қарау керек пе, не сөйлем ретінде қарастыру керек пе деген сұрақ төңірегінде де пікірталастар көп. Бір ғалымдар оны сөйлемнің аясында қарастырған жөн десе, енді біреулері оны сөз тіркесі аясында қарастыру керек деген тұжырымды айтады. Мысалы, профессор Исаев қиысу сөз байланысудың негізгі бір түрі болса да, ондай сөз тіркесі жоқ. Яғни сөз тіркесінің шеңберіне енбейді, сөйлем деп анықталады. Қиысу сөз байланысының бір жолы болып табылады. Осы жағынан қиысу сабақтаса байланысудан да, салаласа байланысудан да өзгеше. Сондықтан қиыса байланысқан сөздер түбі сөз тіркесі емес, сөйлем құрайды. Байланысқа түскен сыңарлары грамматикалық меншіктілік, қатынастық, объектілік, мекендік, мезгілдік, себеп мақсаттық, тағы басқа сияқты синтакстық қатынастарды білдірмей, сөз тіркесінің шеңберіне енбейтін субъектілік, предикаттық, яғни бастауыштық, баяндауыштық қатынасты білдіреді. Сөйтіп, бұл коммуникативті қызмет атқарады деп көрсетеді. Яғни, осы пікірді қарап отырсақ, бізде осы қиысуды сөз байланысының, яғни сөздердің байланысу жолының бір тәсілі, яғни бір жолы болғанымен, бұл мәселені, яғни қиысуды сөйлем аясында қарастыру керек деген тұжырымды қолдаймыз. Себебі қиысу аумағындағы сөздердің арасындағы байланыс бастауыш, баяндауыштық қатынаста тұрады. Енді тағы сөз байланысының формасының тағы бір түрі бұл матасу. Матасудың екі құрамдағы сөздердің екеуі де, яғни қосымша арқылы жасалады. Мұнда матаса байланысқан сөз тіркесінің басқа байланысу формаларынан ерекшелігі, яғни сөз тіркесінің екі компоненті де бірінсіз бірі өмір сүре алмайтындығы, яғни екеуі де септік жалғауында тұратындығы, анықтауыштық қатынаста жұмсалатындығы, яғни екі жақта байланыста болатындығы. Екінші бір ерекшелігі, оның екі мүшесі де жақ-жағынан түрленіп байланысатындығында. Енді матасудан кейінгі тағы бір сөз байланысының формасы бұл меңгеру. Меңгеріле байланысқан сөз тіркестері бірінші компонентіне септік жалғаулар жалғану арқылы жасалады. Келесі сөз байланысуының формасының келесі бір түрі бұл қабысу. Енді қабыса байланысқан сөз тіркесінің екі құрамындағы компоненттердің екеуі де еш қосымшасыз қатар тұру арқылы жасалады. Яғни қабыса байланысқан сөз тіркестерінің бірінші сыңары сөйлемде қандай деген сұраққа жауап беріп, анықтауыштың қызметін атқарады. Мысалы, бұл өңір ұлы күйші Құрманғазының сүйегі жатқанымен де жүрекке өте ыстық деген сөйлемді алып қарайтын болсақ, мұндағы ұлы күйші тіркесі қабыса байланысқан сөз тіркесі. Яғни ұлы сөзі сөйлемде анықтауыштық қызмет атқарып тұр, яғни қандай күйші, ұлы күйші. Енді кейбір жағдайларда қабысуды меңгерумен, матасумен, кей жағдайларда күрделі сөздермен де шатастыратын кездер болады. Яғни, ол қандай жағдайларда көрінеді дейтін болсақ, бірінші, яғни меңгеріле байланысқан сөз тіркестермен мынандай жағдайларда оны
кей жағдайда шатастыруға болады. Кейде меңгеру байланысындағы сөздер қата тұрған кезде септік жалғауы түсіп қалады да, яғни қабысуға ұқсап көрінеді. Мысалы, ол хат жазды, мен қант әкелдім. Хат жазды, қант әкелдім тіркестерінің арасына сөз қойсақ, не алдына сілтеу есімдігін жалғасап, жасырын тұрған септік жалғау ашық болады. Яғни хатты жиі жазады. Мына қантты мен әкелдім. Бұдан шығатын қорытынды, яғни қабысуды меңгезумен шатастырмас үшін сырт тұлғасы ұқсас байланысқан сөздердің арасына басқа сөз қойса, не алдына сілтеу есімдігін қойса, ұқсас сөз тіркесінің байланысу түрлерінің қай түрде жататындығы оңай ажыратылады. Келесі, қандай жағдайда матасумен шатастыруға болады дейтін болсақ, матасудың бірінші сыңарындағы ілік септігінің жалғауы түсіп қалып, қабыса байланысқан тіркес сияқты болып көреді. Мысалы, әке, ақылы, ауыл, баласы деген тіркестерді алып қарайтын болсақ, мұндай тіркестердің қабыса емес, матаса байланысып тұрғанын соңғы сөздегі тәуелдік жалғауынан байқауға болады. Егер тәуелдік жалғауын түсіріп айтар болса, олардың арасындағы грамматикалық байланыс бұзылады. Яғни, әке, бала, ауыл, бала болып қалады. Бұл жағдайда мағынаға нұқсан келеді. Әке баласы, ауыл баластар тіркестердің екінші бір ерекшелігі изафеттің екінші түрі үшінші түріне ұласады. Бұл аталған тіркестердің генетикалық тұрғыдан байланысы бар екендігін, әке баласы, ауыл баласы дегендер меншіктілік мәнді білдіру қасиетінен мүлдем қол үзіп кетпегендігін көрсетеді. Енді күрделі сөздермен қандай жағдайда күрделі сөздермен шатастырып алуға болатын деп қарайтын болсақ, бір қарағанда күрделі сөздердің бірінші сыңары екіншісімен қабыса байланысқан тәрізді болып көрінеді. Мысалы, 15, 130, аққұба деген сөздерді, күрделі сөздерді алып қарайтын болсақ, бұл күрделі сөздерде сөз тіркесіне тән негізгі белгілер болмайтындықтан, оның бірінші сыңары екіншісімен қабыса байланыспайды. Қабысу байланысында дауыс ырғағына да көңіл бөлінеді. Яғни, қабыса байланысқан сөздер бірлеппен айтылады. Мысалы, бұл оқушы, көк аспан. Ал бұл оқушы десек, екі сөздің арасында кідіріс бар. Сондықтан олардың арасындағы қарым-қатынас сөйлем түрінде беріліп тұр. Сөз тіркесінің байланысу формасының тағы бір түрі бұл жанасу. Тіл ғылымында жанаса байланысқан сөз тіркестері туралы екі түрлі пікір бар. Тілшілердің бір тобы жанасуды сөз тіркесінің байланысу формасының бірі деп жеке қарастыратын болса, екінші бір топтағы ғалымдар жанасуды қабысудың бір түрі деп қана қарастырады. Яғни, арасына сөз салуға келсе жанасу, келмесе қабысу деп қарастырады. Бізде осы соңғы пікірді құптаймыз, себебі қабысу байланысындағы сөздердің бірінші мүшесі сын есім, сан есім, сілтеу есімдіктерінен болады да, екінші мүшесі зат есімнен тұрады, және арасына сөз салуға болмайды. Ал жанасу байланысындағы сөз тіркесінің бірінші сыңары үнемі көбіне үстеуден, кейде септеулік шылаулар арқылы жасалады. Мысалы, қасақана айтты, шапшаң қимылдады, сабақтан соң келді, үйге дейін барды, тағысын сол сияқты тіркестерді алып қарастыруға болады. Сондай-ақ қабыса байланысқан сөз тіркестерінің бірінші сыңары сөйлемде анықтауыш, екінші мүшесі бастауыш болып келеді. Ал жанасуда бірінші компонент пысықтауыш қызметін атқарса, екіншісі баяндауыш қызметін атқарады. Сондықтан сыртқы тұлғалары бірдей сөз тіркестерін ажырату үшін қай сөз табынан жасалғанын біліп, сұрақ қою арқылы қай сөйлем мүшесі екенін анықтап, екі мүшенің арасына не бірінші мүшенің алдына сөз қосып айтып көрсе, сонда оның қай байланысу формасына жататындығын тез айыруға болады. Енді бұған дейін біз алғашқы дәрісімізде жалпы сөз тіркесі, сөздердің байланысу тәсілдері туралы айтқан болатынбыз. Бүгінгі біздің сөз қылған мәселеміз, яғни сөздердің байланысу түрлері, байланыс формалары. Енді осы айтылған мәселелерді жинақтап қорытатын болсақ, сөз тіркесі мынандай төмендегідей тұжырымдар шығаруға болады. Яғни сөз тіркесі туралы сөз тіркесі бұл кем дегенде толық мағыналы екі сөзден тұратындығы,
бір-бірімен салаласа байланыспай сабақтаса, яғни бірі екіншісіне иек арта бағына байланысатындығы, келесі белгісі олардың байланысынан басқа бір лексикалық мағына пайда болмай, грамматикалық мағына туатындығы. Сөз тіркесі және оған ұқсас тұлғаларды алып қарайтын болсақ, атаулы сөйлем сөз тіркесі бола алмайды. Сол сияқты кез келген сөздердің тіркесі атаулы сөйлем бола алмайтындығы. Тұрақты терминдік тіркестердің, күрделі сөздердің, салаласа байланысқан тіркестердің, толық мағыналы сөздер мен көмекші сөздер тіркесінің сөз тіркесі қатарына жатпайтындығы. Сөз тіркесін топтастыру туралы айтатын болсақ, бағының қысыңары қайсы сөз табынан жасалуына қарай өзара есімді етістік тіркес болып екіге бөлінетіндігі, есімді сөз тіркестерінің бірінші пайда болғандығы, яғни біздің тіліміздің табиғатында сөз тіркесінің ішінде, яғни есімді сөз тіркестерінің алғашқы екендігін айтқанымыз жөн. Сөз тіркесінің байланысу тәсілдеріне келетін болсақ, сөз тіркестердің байланысу тәсілдерінде аталып жүрген көрсеткіштердің ішінен септік, тәуелдік жалғаулар, септеулік шылаулар және орын тәртібі тәсілімен интонация жасатындығында, кез келген тәсілдің сөз тіркесін тудыра бермейтіндігін, мысалы, біріккен сөздер, қос сөздердің бірігуі қосарлануы нәтижесінде, яғни сөз тіркесі пайда болмайды. Жіктік жалғау арқылы жасалған тіркестердің көбіне сөйлем деңгейінде болатындығы, яғни мана ілкіде айтқанымыздай, жақ-жағынан қиса байланысады да, қису арқылы ол сөйлем формасын береді. Енді келесі сөз тіркесінің байланысу формаларына келетін болсақ, сөз тіркесінің матасу, меңгеру, қабысу, жанасу, байланысу формалары барлығыда бұл жерде қиса байланысудың сөз тіркесі емес, сөйлемнің аясында қарастыру керек екендігі, яғни сөздердің байланысу формаларының ішінде қиысу деген түрінің бар екендігінің, бірақ бұның бастауыш, баяндауыштық қатынаста тұрып сөйлем деңгейінде көрінетіндігі, яғни бұлардың арасында предикатив қатынас болғаннан кейін бұларды біз сөз тіркесі емес, сөйлем деңгейінде қарастыруымыз керек. Келесі сөз тіркесінің құрылысы, сөз тіркесінің синтакстік бірлігі ретінде өзіне тән құрылысы болатындығы, бір-бірімен сатылай және жарыса байланысатындығы. Келесі сөз тіркесінің лексика-грамматикалық мағыналары. Кем дегенде бұл толық мағыналы екі сөздің тіркесінен жаңа бір грамматикалық мағына, яғни анықтауыштық, толықтауыштық, пысықтауыштық мағына пайда болатындығына және ол негізінен бағының қысыңардың қайсы сөз табынан жасалғандығына қарай ажыратылатындығы туралы айта аламыз. Бұл біздің жалпы сөз тіркесі, сөздердің байланысу тәсілдері мен түрлері туралы жалпы сөз еткендегі шығарған негізгі қорытындымыз.